Здравствуйте. Сегодня у нас новый проект. Меня зовут Алена Ким, не представилась. Я являюсь автором и создателем чайной традиции народов Казахстана. Также сегодня у нас новый проект, называется «Жебег Жолы» — «Шелковый путь». Самое главное — это Акжол. А знаете, почему я так говорю? Это благословение. Благословение в новый проект. Сегодня у нас в каждом регионе нашей страны, Казахстана, открывает Центр казахской культуры. Сегодня мы в Талдыкургане. Сегодня председатель Шыныбаев Серикбол Толеу Тайулы расскажет все о чайной традиции казахов, о ее культуре. Вы знаете, чай это не просто что-то обычное, да, как мы пьем. Чай — это тепло, это уважение, это гостеприимство казахского народа. Мы узнаем все о чае казах. Какие особенности вообще чая в Талдыкургане? И как чай пьют казахи в Талдыкургане? Давайте мы узнаем из первых уст. Он, кстати, у нас педагог, также он магистр педагогических наук, также он музыкант, также вот, и председатель Центра казахской культуры. Сегодня он открывает этот проект. Расскажите, пожалуйста. Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Қош келдіңіздер, Алена. Рахмет. Біздің жетісу жерінде шай ішу дәстүрі өте кең дамыған. Бізде содан кейін жетісу жерінде мысалға бір жағы Жаркент, Панфилов ауданы, бір жағы Алакөл, Үшарал. Екеуі екі түрлі. Ал біз Талдықорған соның ортасы. Талдықорғанда шайды мінекей осындай өте көп толтырмай құяды. Содан кейін тез суып қалмасын деп ыстықта ішуге тырысады. Ал енді Жаркент жақта толтырып құяды шайды. Ол көңілдің тоқтығын білдіреді. Көңіл ерекше жаңағы шынайы көңілмен берілді деген сондай сыңаймен білдіреді. Сондықтан да Талдықорғанның өзі, Жетісу облысының өзі шайды әртүрлі ішеді. Енді шай ішу дәстүріне келетін болсақ, бұл шай ол қазақтың мынау дөңгелек дастарханы. Дастархан, мына қазақта мақал бар. Қазақта бөлінбеген енші ол тек қана дастархан, мынау қара шаңырақтағы. Олай дейтін себебіміз осы дастархан басында қаншама мәселелер шешіледі. Мысалға, балалардың тәрбиесі, жаңағы келіннің отырысы, жүрісі, тұрысы, келіннің шай құюы деген сияқты. Соның бәрі осы дастархан басында апамыз, әжеміз соның бәрін көрсетеді. Ал енді шайға тоқталатын болсақ, бұл шайды негізі бауырсақпен, мынау қазақтың ұлттық тағамы бауырсақ. Ал енді мынау қарма нан дейді. Бұл қазанда пісіріледі. Қазанға отты жағып, қазанның астына. Содан кейін мына қазанға нанды саламыз да, оның бетін жауып, оның үстіне тағы да от жағады. Сонда мынау қазан жаппай деп аталады. Қазан жаппаймен, бауырсақпен негізгі шайды ішеді. Ал енді мынау дәмді тағамдар қосымша. Сармай, бұл қазанда, қарында дайындалатын май. Бұл қазақтың қозы қарын дейміз. Қозыны сойған кезде, мысалға сірне деген тамақ бар қазақта. Сол сірне пісірген кезде қозының қарынын алып қалады да, сол қарынға мына майды сақтайды. Қарынға майды сақтайды. Ал енді мынау кілегей дейді. Кілегейді бұл жаңағы шикі сүтті қойып қояды, шикі сүтті. Сол шикі сүттің бетінде кілегей пайда болады. Кілегей сүттің бетіндегі жаңағы кілегейін қалқып алады да, мынау шикі сүттің кілегейі осымен шайды ішкен өте дәмді болады. Ал енді мынау бізде қаймақ. Қаймақ ол піскен сүттің бетіндегі. Мынау сүттің бетіндегі қаймағындай деген бір қазақтың керемет сөзі бар. Ол өзі аз болады, бірақ та өте дәмді. Өте дәмді. Мынау сүт бетіндегі қаймақ сияқты деп. Сол қаймақты жаңағы ерекше құрметтейді. Қаймақпен шай деп, не жаңа сізге қаймақпен шай беріп отырмыз. Ал мынау шай бұл күрең шай. Күрең шай бұл қаймақсыз шай. Көрдіңіз бе? Осы қаймақпен қаймақсыз шайды мынандай дәмді тағамдармен ішеді. Әрине, тек қана кілегей қаймақпен ғана емес, сонымен қатар мынау жент.
жент дейміз, мынау тарыны шайға салып араластырып ішсе, ол денсаулыққа өте пайдалы. Өте пайдалы. Бұның денсаулыққа пайдалылығы сонша, жаңағы тарыны салып ішетін болсақ, онда таңертеңнен кешке дейін қарын ашпай, қарын тоқ жүреді. Мысалға, қазір ораза айы. Біздің аузымыз жаңағы оразада. Сол ораза таңертең ауыз бекіткен кезде осы тары мен шайды ішіп алсаңыз, кешке дейін тоқ жүресіз. Қарның ашпайды. Сондай жеңіл өтеді таң атқаннан кешке дейін. Ал енді мынау құрт, бұл құрттың ерекшелігі мүлдем бөлек. Құрт мына космоста арнайы тағамдар жасайды ғой. Ал сол космоста бұзылмайтын қазақтың осындай құрты. Мынау құртты космосқа апаруға болады. Бұл бұзылмайды космоста. Сондықтан бұл құртты қазақ ерекше құрметтеген. Осы құрт арқылы жаңағы шөлдегенде, мысалға, шөлдегенде бұны ауызға салып, жай ғана сорып жүреді. Сонда адамның қарны ашпайды. Содан кейін шөлде қанып жүреді. Көрдіңіз бе? Содан кейін бұны құртты жаңағы суға езіп ішетін болса, бұл сусын болады. Напитік деп айтамыз ғой. Кәдімгі сусын, бұл шөлді өте қандырады. Жаңағындай шай ішетіндей мүмкіндік болмаған кезде осы құртпен жаңағы суды езіп, құртты езіп, сол сусын ретінде ішеміз. Ал енді мынау ірімшік дейміз. Ірімшік жалпы, Алена, мына қазақ ұлты не деген ғұлама деп ойлаймын да. Мына бір ғана сиырдың сүтінен, ол сүт қой, сүттен кілегей алады, шик сүттен. Ал пісіргеннен кейін қаймақ алады. Көрдіңіз бе? Ал енді сол қаймақтан кейін жаңағы шик сүтті қайнатқан кезде одан ірімшік шығады. Ал ірімшікті жаңағы ірімшіктің суы сары су болады. Оны жаңа айран болған кезде, ол сары судың өзі денсаулыққа өте пайдалы. Жаңағы сүттен, айраннан шыққан сары су, оны төгіп тастамаған. Оны жаңағы қыздардың шашын жуған, арнайы сұйықтықтар болады ғой, шампунь дейді ғой, сол сұйықтықтар. Сол сияқты айранның сары суымен бас жуса, ол өте әдемі шашты жаңағындай көтеріп, бір керемет болып тұрады. Содан кейін жаңағы айранның сары суын, оны кейбір ауруларға қарсы ішуге де болады. Ішсе, сол сары сумен емделеді. Ал енді айранның жөні мүлдем бөлек. Айранды оны ұйытқан кезде жаңағы ашытқы дейді, сол ашытқыны ашытады, жылы жерге жай ғана жауып қояды. Бір 5 сағат, 7 сағатта анау ұйып айран болады. Айран ұйыған кезде жаңағы өз дірілдеп әдемі сондай қою айран болады. Қазақта тағы бір сөз бар. Айрандай ұйыған деп айтады. Айрандай ұйыған қазақ елі десек, ол өте әдемі болатын еді. Сол айрандай ұйыған деп, соны бір-бірінен ажырамай тұрады. Айранның өзінің екі түрі болады. Біреуі созылмалы айран дейді. Мысалға, бүйтіп құйған кезде ол созылып, әдемі болып тұрады. Ал енді екінші айран, ол созылмайды, бірақ та оның дәмі өзінше ерекше. Сондықтан да біздің қазақтың тағамдары, біздің көшпелі еліміз болды ғой. Қазір ғой енді қалада тұрамыз бәріміз. Бірақ та сол баяғы көшпелі заманда айранды торсыққа құйып алып, мал айдаған кезде, жайлауға шыққан кезде, күзекке келген кезде, сол аттың жанында торсыққа байлап алып, әне торсық тұр. Сол торсыққа байлап алып, құйып алып, сонымен ішіп жүреді. Содан кейін айранға, ол айран қою ғой, қою. Оған су құйса, ол шалап деген сусын болады. Шалап деген сусын. Шалап білесіз, Енді қараңыз, бір айранның өзінен бірнеше сусындар жасауға болады екен. Вы знаете, мы узнали очень много
Наверное, вот знаете, я узнала, что, знаете, вот смотрите, вот даже добавляете жен, да, уже чай старый даже. Иә. Он рассказал, как рымшек делается. Вот основа этого рымшека – айран. Вот какой айран ты берешь, М. такой и получается, да. Это очень важный такой. И здесь творог тоже входит в состав, Иә, да, әрине. Симба? Да. И еще здесь, знаете, каждый вот, что вот здесь есть, да, она добавляется, и получается очень вкусный чай. Вот даже курт. Добавляешь курт в молоко, просто обычный, да, в чай, происходит другой чай. Если мы чай добавляем со сливками, получается тоже другой чай. Чай с молоком, просто обычный, он получается такой чай. Вот разнообразие чая у казахов очень многообразен. То есть, можно сказать, такой чай только у казахов бывает. Я такой чай как бы вот, узнаю только от вас. Вот действительно, вы так рассказали очень много, вот столько тонкостей. Я даже не, не могла задать вопрос, потому что вы все знаете о чае. Знаете принцип чая, с чем пьют чай, какой чай, чай со сливками, чай с молоком, чай вот с куртом. Я знаю, что чай с куртом, он, если попьешь чай с куртом, да, он, как сказать, сухость уходит даже Да-да-да. в горле, вот этот, и потом не хочется пить. Правильно, да? Аха. Вот, Шөлдемейсің. да, вот. И, в общем, чай – это у казахов особенный чай. Чай гостеприимства, чай тепла, чай мира и чай единства. Вот так мы сегодня пьем чай в Талдыкургане. Всех желаю и приглашаю в Талдыкурган попить казахский чай в Талдыкургане, Житысу обласы. Так что всем большое спасибо, что смотрели мой канал. Не забывайте подписываться, а мы все новое и новое будем узнавать на моем канале. Всем удачи, до новых встреч. Сау болыңыздар.